Армысыздар, құрметті отандастар. Бүгінгі видеомыз Найман руынан шыққан әйгілі батыр және қолбасшы жайлы болмақ. Біз наймандардан өте көп атақты батырлар шыққанын білеміз. Бүгінгі айтылатын оқиға даңқты бабамыздың өшпес ерлігі жайлы болмақ. Найман руынан шыққан Кетбұқан Оян. Оның даңқы бүкіл әлемге әйгілі болған. Ол Шыңғыс ханның немересі Құлағу ханның ең мықты қолбасшыларының бірі болатын. Құддыз бұл сөздерді құптады. Содан түнде елшілерді дарға асып, ал таң сәріде шарасыздықтан соғысқа бел буып, атқа отырып жорыққа аттанды. Түркі мұғылдарының баш жасағының кезігінің басшысы Байдар Әмір Оғылбек деген кісіні Кетбұқан Оянға жіберді. Оны Мысыр әскерінің келе жатқандығы жайлы хабардар етті. Сонда Кетбұқа орныңда тұр, сөйтіп мені күт деп жауап жіберді. Кетбұқа келгенше Құддыз Байдарға соққы беріп, оны Аси өзені жағасына дейін шегіндіріп тастады. Кетбұқан Оян қызуымен өзінің күші мен әскери құдіретіне қатты сеніп, оттан болған теңіздей алға қарай ұмтылды. Құддыз әскерлерді торуылдарға отырғызып тастады және үлкен-үлкен орлар қаздырып, ордың бетін шөптерге толтырды. Тереңдігі 3 адамның биіктігіндей келетін орлардың ішіне үшкір найзаларды жайғастырды. Жасалған орларға өз әскерлері түсіп кетпеу үшін жолдарға арнайы белгілер қойып дайындады. Содан өзі атқа мініп, нағыз жауынгерлер болған бірнеше мың әскермен бірге Айни Жалут деген жерге барып Кетбұқаны күтіп тұрды. Көп ұзамай Кетбұқа да жетіп келді. Ол өз хабаршысының өлімінен қатты ашуға мініп, мысырлықтарды көріп, шектен тыс қаһарланып кетті. Түркі мұғыл әскері садақтан оқ атып, шабуыл жасады. Құддыз жан жаққа шегініп қаша жөнелді. Түркі мұғылдар тым батыл болып, олардың соңынан қуды да, мысырлықтардың көбін қырып салды. Сосын олар торуыл орнының жанына келгенде, Мысыр әскерлері алдын ала дайындап қойылған белгілер арқылы жолдармен өтіп, ал түркі мұғыл әскерлері болса, беттеріне шөптермен жасырынған орларға келіп түсе берді. Мысырлықтар 3 жақтан торуылдан атып шығып, мұғыл әскеріне қарай ұмтылды. Таңертең ерте уақыттан күннің ортасына дейін қатты шайқас болды. Түркі мұғыл әскерлеріне мысырлықтарға төтеп беру қатты қиын болып кетті. Содан ақыр соңында олар қашуға мәжбүр болды. Кетбұқа бар ынтасымен және өжеттікпен оңды-солды атпен шауып, дұшпандарды құлатып жатты. Сөйтіп жүріп, ол жау әскерінің қоршауында қалып қойды. Оны көрген кейбір нөкерлері оған қарай ұмтылып, жаудың арасынан алып шығу үшін жол ашуға ұмтылды. Бір уақытта оны жаудан алып шығудың мүмкіндіктері де болды. Алайда ол құтырған арыстандай бұлқынып, жауларды біртін кетін қиратуда еді. Кейбіреулер оны қашуға үгіттеді, бірақ ол тыңдаған жоқ. Сөйтіп, өлімнен қашып құтыла алмайсыңдар. Оларға масқара болып, жек көрінішті түрде қашқаннан гөрі, ең дұрысы даңқпен және атақпен өлген дұрыс. Менің сөзімді Құлағу ханға жеткізіп барыңдар. Кетбұқаның ұятқа қалып кері қайтқысы келмейді. Ол тәтті жанын өз патшасы үшін құрбан еткенін айтыңдар. Патшаның мүбәрак жүрегі түркі мұғыл әскері өлді деп қайғыланбауы тиіс. Одан да өзіне оның жауынгерлерінің әйелдері 1 жыл жүкті болмады, ал табындарының биелері құлындамады деп елестетсін. Патшаның бекзат тұлғасы аман екен. Кез келген жоғалтқан жауынгерге орынбасар табылады. Патшаға бақыт болсын, патшаға бақыт болсын деп айқай салып жан тапсырды. Ал енді осы орайда мән беріп қарайтын бір үлкен мәселе бар. Бабаларымыз қырғын сүргін соғыс кезеңінде елдегі демографиялық жағдайды қалай жоғары деңгейде сақтап отырғанын осы оқиғадан байқауға болады. Кетбұқаның айтқан сөздері, яғни патшаның мүбәрак жүрегі түркі мұғыл әскерлері өлді деп қайғыланбауы тиіс. Одан да өзіне оның жауынгерлерінің әйелдері 1 жыл жүкті болмады, ал табындарының биелері құлындамады деп елестетсін деп айтқан сөзін зерделеп қарасақ, ол кездегі Тұран еліндегі адамдар жыл сайын бала тауып, көп перзентті ғұмыр кешкені және жылқыларының биелері жыл сайын құлынды болып,
адамдар мен жылқылардың саны аса көп, құдіретті мемлекет болғанын көреміз. Түркі моғолдардың саны аса көп болған, және олар өте жауынгер болған. Осы орайда моғолдардың қазіргі таңда монгол деп аталып жүрген ұлтқа ешқандай қатысы жоқ екеніне тағы да бір көзіміз жетеді. Міне осындай тарихи деректерден орта ғасырларда түркі моғолдардың саны көптеген миллиондар болғанын көреміз. Ал қазіргі таңда монгол деп аталып жүрген ұлттың саны қазіргі санақ бойынша 4 миллионға да жетпейді. Ал орта ғасырларда олардың саны қанша болды? Егер есептеп қарайтын болсақ, қазіргі таңда монгол деп жүрген ұлттардың халық саны сол кездерде 100 мыңнан аспайтын болған болуы керек. Енді осының бәрін қорытындылап қарайтын болсақ, қазіргі таңда монгол деп аталып жүрген ұлт осындай алпауыт, миллиондаған адамдардан тұратын алпауыт үлкен империя құруы мүмкін емес екеніне тағы бір рет көзіміз жетеді. Ал енді Кетбұқаның Мысырға жасаған жорығы жайлы хикаяны баяндап берейік. 1260 жылы Құлағу хан 40 нөкерлермен қосып бір хабаршыны Мысырға, яғни Египетқа жіберді. Құлағу бұл кезде Шам қаласында болатын, және өзінің бауырының кенеттен қайтыс болуына байланысты кері Тұранға қайтуға мәжбүр болды. Ал Шам қаласында өзінің орнына Кетбұқаны қалдырды. Мысырлықтарға жіберілген хабаршылардың хатындағы сөздердің мазмұны келесідей болатын. Біздің шексіз мол әскеріміз туралы сөз, Рүстем мен Ескендір туралы хикаялар сияқты жан-жаққа әйгілі болды. Сондықтан егер сен біздің ұлы мәртебеліге бағынышты болсаң, салық төлеп, өзің кел де қолбасшы тағайындауын сұра, әйтпесе соғысқа дайындала бер деп жазылған болатын хатта. Ол уақытта Мысырда кәмелдіктер әулетінен патша болуға лайық ешкім жоқ еді. Сондықтан бір түркімен билеуші болды. Ол дүние салған кезде оның кішкене Мұхаммед есімді ұлы бар еді. Оны әкесінің орнына отырғызды. Оның атабегі Құдыз болатын. Кенеттен Мұхаммед өлді де, Құдыз патша болды. Ол адамдар жүрегін әділдігімен және жомарттығымен жаулады. Шам мен Мысыр әскерінің көп бөлігі Сұлтан Жалал-ад-Диннің әскерінің бөлініп қалғандары мен қашқындарынан құралған болатын. Құлағу жіберген хабаршылар Мысырға келіп, Құлағу ханның хабарын мысырлықтарға жеткізгеннен кейін, мысырлықтар Жалал-ад-Диннің әскерінің бөлініп қалғандары мен қашқындарын жинап, өзара оңашада мәжіліс өткізді. Мысырлықтар билік қолдан кетпей тұрып, бұл істі қалай шешуге болатынын ойлап табу керек деді. Құлағу Шыңғысханның немересі, Төле ханның баласы, Мөңке қағанның бауыры болғандықтан-ақ, оның ұлылығы мен айбаттылығын сипаттау әрі түсіндіру қажет етпейді. Қазіргі кезде Мысырдан шын шекарасына дейінгінің бәрі оның құдіретінің астында, және ол иләхи көмекпен ерекшеленген. Егер біз оның қорғанышына кіретін болсақ, ұят және масқара болмайды. Бірақ Құлағу хан өз сөзінде тұратын адамдардан емес. Ол осыған дейін өзіне бас иіп келген бірнеше әмірлердің басын алған болатын. Сол себепті біз оған бас иетін болсақ, бізді де дәл солай өлтіру әбден мүмкін десті. Олармен бітімгершілік жасаудың да еш пайдасы жоқ. Себебі олардың уәделеріне сеніп болмайды деді. Біз сабырдың күшін жоғалттық. Және бізде төтеп берер күш те жоқ. Сосын Жалал-ад-Диннің әскерінің бөлініп қалғандары мен қашқындары Құдызға қарап, сенің пікірің нені қажет деп тапса, соны бұйыру керек деді. Сонда Құдыз айтты, менің пікірім келесідей. Келіңдер бірлесіп соғысқа жүгінейік. Егер жеңіске жетсек, бұл біз аңсаған нәрсе болады. Әйтпесе бізді халық кінәлап сөгеді деді. Одан соң әмірлер тарап кетті. Сөйтіп Құдыз, бас әмір, бұндықтармен оңашада кеңес жасады. Сосын бұндықтар былай деді. Менің пікірім мынадай. Түркі моғол елшілерін өлтіріп, бірігіп Кетбұқаға қарсы аттанамыз. Егер біз жеңсек те, өлсек те, әрі екі жағдайда да біз кешірім мен халықтың ризалығына лайықты боламыз, деді. Ал енді YouTube'тағы қазақша сөйлейтін осындай арналардың көп болғанын қаласаңыздар, арнамызды қолдап, каналға тіркеліңіздер ағайындар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.